Мейоз дегеніміз бұл жыныс жасушаларының бөлінуі. Жыныс жасушалары дегеніміз бізде сперматозоидтар және де жұмыртқа жасушасы. Мейоз бізде екі бөлінуден тұрады. Бұл мейоз 1 және де мейоз 2. Мейоз 1 нәтижесінде бізде хромосомалар саны 2 есеге азаяды. Ал мейоз 2 нәтижесінде бізде хромосомалар саны өзгермейді. Жалпы бір мейоздан кейін бізде бір диплоидты жасушадан 4 гаплоидты жасуша түзіледі. Яғни бір диплоидты жасуша, одан бізде мейоз 1 нәтижесінде 2 диплоидты жасуша түзіледі. Содан әрбір гаплоидты жасушадан тағы да 2 гаплоидты жасушадан түзіледі. Сонда нәтижесінде мейоздың соңында бір диплоидты жасушадан 4 гаплоидты жасуша түзіледі. Мейоз митоз сияқты 4 фазадан тұрады. Ол профаза, метафаза, анафаза және телофаза. Мейоз 1 басталғанға дейін бізде интерфаза жүреді. Интерфазада бізде ДНК репликациясы, центросомалардың репликациясы сияқты процестер жүреді. Мысалға, біздің қазіргі жасушада 4 хромосома бар дейік. Мысалға, бір ұзын хромосома, тағы бір ұзын хромосома, және де 2 қысқа хромосома. 2 қысқа хромосома. Сыртына ядро мембранасы, және де центросома. Енді интерфаза кезінде бізде ДНК репликациясы жүреді. Яғни қасына тура сондай 2 хроматид саламын. 4 хромосомамыз әлі 4 хромосома болып қалды. Бірақ бізде 1 хромосома енді 2 хроматидтен тұрады. Және де центросомамыз бізде 2 еселенеді. Осымен интерфаза бітті, енді мейоз 1-дің өзі басталады. Мейоз 1-дің бірінші фазасы бұл бізде профаза 1. Профаза 1-де бізде ең алдымен ядро мембранасы жойылады. Мынау центросомаларымыз бізде жасушаның 2 полюсіне қарай тартылады. Және де осы центросомалардан ахроматин жіпшелері түзіле бастайды. Тағы бір айта кететін зат, бұл бізде хромосомалардың ширатылуы, яғни хромосомалардың ұзындығының қысқаруы және де жуандауы. Жалпы бізде профаза 1 кезінде 2 маңызды процесс жүреді. Бұл бізде кроссинг овер және де конъюгация. Алдымен конъюгация жүреді. Конъюгация дегеніміз бұл гомологты хромосомалардың бір-біріне жақындауы. Гомологты хромосома дегеніміз не? Гомологты хромосома дегеніміз ұзындығы бойынша, формасы бойынша және де сол хромосомадағы гендер бойынша бір-біріне бірдей хромосомалар. Мысалға, бізде 2 ұзын хромосома және де 2 қысқа хромосома болды. Мына 2 ұзындықтары бірдей ұзын хромосома, бір-біріне гомологты хромосомалар. Және де мынау қысқа 2 хромосома, формасы да бірдей, бұл екеуі бір-біріне гомологты хромосомалар. Сонымен конъюгация нәтижесінде бізде осы гомологты хромосомалар бір-бірінің қасына жақындайды. Және де жақындап кроссинг овер жүреді. Кроссинг овер дегеніміз не? Кроссинг овер дегеніміз сол гомологты хромосомалардың гендерімен бір-бірімен алмасуы, яғни хромосомалардың бөліктерін бір-бірімен алмасуы. Яғни конъюгация нәтижесінде, мына жерде көрсетейін, жәнегі бізде гомологты хромосомалар бір-бірінің қасына жақындаса, енді кроссинг овер кезінде хромосоманың бөліктері бір-бірімен алмасады. Бұны қазір суретін салайын.
міне кроссинг овер жүрді. Бізде жасыл хромосомамыз толықтай жасыл емес, енді бұл тоқсайлы хромосоманың бөліктері жасыл хромосоманың арасында пайда болды. Осымен бізде профаза 1 аяқталды. Келесі бізде метафаза. Метафазада бізде осы түзілген биваленттер, мынау X және X болып орналасқан, осы орналасқан екі бивалент, екі гомологты хромосоманы біз бивалент деп атаймыз. Осы орналасқан. Осы биваленттер бізде жасушаның экваторына орналасады. Енді биваленттерге барып, біздің ахроматин жіпшелеріміз әрбір биваленттің центромерасына барып бекінеді. Ахроматин жіпшелер бекінді. Осымен метафаза 1 аяқталды. Келесі бізде анафаза. Анафаза 1 кезінде бізде әрбір хромосома, әрбір бивалентте орналасқан екі хромосома бар ғой, соның бір хромосомасы бір жаққа, екінші хромосомасы екінші жаққа тартылады. Сол кезде міне анафаза нәтижесінде бізде хромосомалар екі жақ полюске тартылды. Енді телофаза кезінде біздің хромосомаларымыз, әрбір екі жаққа тартылған хромосомамыздың сыртынан ядро түзіледі, және де біздің жасушамыз екіге бөлінеді. Бұның екіге бөліну процесін біз цитокинез деп атаймыз. Байқап тұрғандарыңыздай, бізде миоз нәтижесінде миоз 1 нәтижесінде екі жасуша түзіледі. Бірақ бұл екі жасуша гаплоидты жасуша. Себебі бұл жерде мысалға бізде 4 хромосома, 1, 2, 3, 4 хромосома. Ал енді бұл мына жаққа қарасақ, 1, 2, 1, 2, 2, 2 хромосомадан ғанақ. Келесі бізде миоз 2. Миоз 2-де бізде хромосомалар саны өзгермейді. Миоз 2 бізде жаңағы миоз 1-де түзілген екі жасушаның қайтадан тағы бір рет бөлінуі. Яғни, мысалға, мынау жасушаны алайық. Бұл жасушада бізде екі хромосома бар. Миоз 2-нің алдындағы интерфазада бізде хромосомалардың екі еселенуі жүрмейді. ДНК репликациясы яғни жүрмейді. Тек центросома 2 еселенеді. Осымен болды. Ешқандай ДНК репликациясы жүрмейді. Профаза. Профазада кәдімгі митозда сияқты бізде хромосомалардың ширатылуы жүреді, центросомалардың полюстерге тартылуы жүреді, және де ахроматин жіпшелерінің түзілуі басталады. Енді метафаза 2. Метафаза 2 кезінде бізде біздің және түзілген хромосомаларымыз жасушаның экваторына барып орналасады. Жаңағы хромосомаларымыз орналасты. Енді біздің ахроматин жіпшелеріміз әрбір хроматиттің центромерасына барып бекиді. Бұл жерде байқағандарыңыздай метафаза 1-де мысалға бізде экваторға биваленттер орналасқан. Ал метафаза 2-де уже бізде хромосомалар орналасады. Енді анафаза кезінде бізде осы орналасқан хромосомаларымыз екіге бөлініп, әрбір хроматит жасушаның екі жақ полюсіне қарай тартылады. Яғни, мынау хроматит былай қарай, мына жақтағы хроматит былай қарай тартылды. Осымен анафаза 2 бітті. Келесі бізде телофаза. Телофаза нәтижесінде бізде цитокинез жүреді, яғни жасушаның екіге бөлінуі, және де ядро мембранасы қайтадан қалпына келеді. Міне бізде қайтадан екі жасушамыз түзілді.
Енді мейозды қайтадан қорытындылап өтейік. Яғни мейоз нәтижесінде бізде бір диплоидты жасушадан 4 гаплоидты жасуша түзіледі. Мейоз дегеніміз бұл жыныс жасушаларының бөлінуі. Жыныс жасушалары бізде гаплоидты жасушалар. Олардың гаплоидты болуы біз үшін өте маңызды, себебі бізде мысалға сперматозоид ішінде 23 хромосома болады, ал жұмыртқа жасушасында ода да 23 хромосома болады. Екеуі қосылған кезде бізде зигота 46 хромосомалық жасуша болып түзіледі.